дәрежеде жүк тексеру кезінде ұстап алды. Нәтижесінде көп мөлшерде тыйым салынған зат алып жүргеніңіз анықталды. Мұны қалай түсіндіресіз? Мен ештеңе білмеймін. Мен Қытайға білім алу үшін келдім ғой. Маған сол жерде кісі аэропортқа осы заттарды жеткізіп беруімді ғана өтінді ғой. Өз басым жеке таныс болмадым. Маған танысым сенімді адам деп қана айтты. Сосын салып қарағандай, өзі қара нәсілді қателеспесем Нигерия елінің азаматы. Қазақстандық студент Ақжарқын Тұрлыбай есірткі тасымалдау айыбымен ұсталды. Нәрсе сот процесі барысында дәлелденді деп танылады. Сондықтан сот оны есірткі заттарын заңсыз тасымалдаған үшін кінәлі деп тауып, өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын белгілейді. Жоқ, сіздер не айтып тұрсыздар? Менің қызым кінәлі емес. Айтыңыздаршы, әділет деген не өзі? Қағаздағы көрме, адамның жүрегіндегі сенім бе? Қазір 33 қылмыс біздің кәмелетке толмаған балалармен жасалған. Осы біздің облыста. Оны жасаған 36 кәмелетке толмаған бала, 16-сы мектеп оқушылары. Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Оның ішінде 4 қыз бар бізде. Соттылық алып отыр жолы. Бұл жерде мен сіздерге айтайын. Бала қараңғыда жүргенімен өздеріңіз ойланып көріңіздер. Ол не өзі қылмыс жасауға итермелейді бір адам, бір жағдай, дұрыс па? Не болмаса, оған қатысты қылмыс жасауы мүмкін. Дұрыс па? Сондықтан қазір сағат 5-те өздеріңіз білесіздер, қап-қараңғы. Оданша осындай уақытта сіздерге балаңыздың үйде отырғаны дұрыс. Иә, ол үлкен болып қыдырғысы келеді, бірақ ертең кім айта алады, менің балам ештеңеге ұрынбайды. Енді ең басты мақсат біздің балалар, біздің болашақ қой. Сол себептен осы жерде отырған балалар, осы жерде отырған ата-аналар осы бүгін өткізген жиналыстан көп өздеріне түсінік алды деп ойлаймын. Негізгі осындай жиналыстарды жиі өткізу керек, және де осы жиналыстарға ата-аналарды, әкелерді, аналарды мейлінше көбірек тартқанымыз дұрыс болады.